Қайырлы күн, қыздар. Мастер-классқа қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге ең бірінші бізге мастер-класста именно осы корсетімізді тігетін, корсетқа керекті мынандай косточкаларымызбен таныстырып өткім келіп тұр. Корсеттің несін ұстайтын, сәнін келтіретін және де формасын ұстататын осы косточкалар. Косточкалар бізде екі түрлі болып жүреді. Біреуі вшивной, мынау бізде вшивной, ригелин деп аталады, ал мынау бізде вставной, китовый ус деп айтылады. Бірақ енді сабақ барысында мен көп жағдайда ригелин деп кетемін. Енді сіздер мән бермеңіздер оған. Негізгі атауы мынау бізде китовый ус, ал мынау бізде вшивной ригелин. Енді қараңыздар, бізде мына китовый усты тігу үшін, мінекей қараңыздар, мынандай әдемі вставной несін тігу үшін бізге керек болатын жаңағы бұйымдар. Бізге китовый устың өзі керек болады. Содан кейін мынау бізде 3 миллиметрлік китовый ус, мынаның жалпақтығы 3 миллиметр. Бұдан жалпағы болады 6 миллиметр, 8 миллиметр деген сияқты. Но мен көбінде неге корсетке осы 3 миллиметрді қолданамын. Мынау бізде вшивной 4 миллиметр болады, мынадан сәл жалпақтау. Енді осы китовый усты тігу үшін бізге мынандай осы корсетіміздің матасынан осындай бейкалар керек болады. Бұл бейкалар косая бейка емес, обычная бейка. Ширинасы бізде 3 сантиметр, ал ұзындығы сіздің жаңа корсеттегі желаемый длинамен кесіледі. Бұл бейкаларға тоқтала кететін болсақ, мысалы мынау сіздің матаңыз, мынау сізде кромкаңыз, қараңыз, міне кромкасы. Біз мына бейкаларымызды былайынан қиғаштап кесетін болсақ матадан, бұл бізде косая бейка болады. Бізге бұндай косая бейка керек жоқ. Содан кейін матаны былайынан қойып, мынау міне бізде жаңағы кромкасы жағы болса, біз мына бейкамызды былай ұзыннан кесе алмаймыз. Неге? Өйткені мата былайынан созылғыш келеді, и бұл формастағанға келмейді. Біз мына бейкамызды былай матаның ұзындығынан кесіп аламыз. Міндетті түрде ұзындығынан кесеміз. Неге? Өйткені мата ұзындыққа қарай созылмайды. Чаще всего мата тек қана жанына ғана созылады, ал ұзындыққа никогда созылмайды. Ең ескере кететін жағдай осы. Енді китовый усқа біз мына немізді, мына детальдарды ала тұрайын пока. Китовый усқа мына бейкаларымызды оң бетін сыртқа қаратып, теріс бетін ішіне қаратып, яғни лицевой сторонасымен осылай 1,5 сантиметр етіп өткізіп аламыз. Жақсылап өткізіп алып, содан кейін барып тігуге кірісеміз. Ал енді китовый усқа кететін жаңағы китовый усты тігілетін техникасы алдағы сабақтарда көрсететін боламын. Бізге китовый усты тігуге тек қана осындай лента қажет болады, және де мына кесілген жерлерін обрабатывать еткенде біз спичкамен немесе зажигалкамен кішкене балқытып жіберіп домалап жіберсек болады. Ал енді мына ригелинмен жұмысқа кірісек. Бұл ригелинмен пришивать ететін кезде бізге міндетті түрде скотч керек болады. Обычно канцелярский скотч, не болмаса малярный скотч деп айтады, бумажный, сондай скотч алсаңыздар да болады, но мен чаще всего обычно канцелярский не қолданамын, скотч. Енді қазір қыздар, мен сіздерге мен тіккен корсетім обычно китовый успен болғандықтан мен сіздерге қазір мына пришивной ригелин қалай тігіледі, оны жеке сабақта жеке көрсеткім келіп тұр. Неге? Осы детальдарға мен қазір екі түрлі тігу тәсілін көрсететін боламын. Сіздерге прям наглядно көрсеткім келіп тұр, чтобы анық жаңағыдай ешқандай түсініксіз болып қалмас үшін осындай жеке детальдарды қиып алдым. Детальдарды қазір мен былайынан 1 сантиметр алып тігіс түсірем, и мына жақты былайынан тігіп 1 сантиметр тігіс түсіріп, содан кейін қалай мына ригелинді дұрыс пришивать ету ережелерін көрсететін боламын. Обычный образец матаға тігіп көрсететін боламын, так как мен корсетті китовый успен дайындап көрсеттім. Қыздар, мынаны біз жаңағы корсетіміздің деталі деп есептейік. Қазір мына жерден мен 1 сантиметр көлемінде тігіс түсіретін боламын. Алдын ала енелеп алсаңыздар болады, барлық корсеттің детальдарын енелеп алып, не болмаса көктеп алып барып тіккендеріңіз абзал. Сол кезде корсеттің өзі кәдімгідей ерекше ұқыптылықты талап ететін бұйымдардың бірі. Өйткені корсеттің әдемі шығуы, егер көйлек тігетін болсаңыздар, жалпы корсет тігетін болсаңыздар, тігіске өте қатты мән беру керек болады. Мінекей қазір екінші жағын тігейік, содан кейін жақсылап үтікке басып алатын боламыз. Мінекей барлығын тігіп алдық. Енді барып мына тігістерімізді ашып, жақсылап үтіктеп аламыз. Мен рабочий поверхностьма мән бермеңіздер. Бірінші тігісті екі жаққа былайынан кезек-кезек үтіктеп алсаңыздар. Мінекей осылай ашып. Енді былайынан тігісті екі жаққа ашып, жақсылап үтіктеп аламыз.
қар беріп мына жақты сыртынан үтіктейміз тігісті жақсылап ашып. Енді қараңыздар, мен бір тігісті осылай ашып үтіктеймін, бір тігісті осылай жанға жатқызып үтіктейтін боламын. Бұл бізге тігіске өте маңызды. Не қараңыздар, тігістеріміз өте әдемі үтіктелді. Енді тігуге кірісеміз. Қараңыздар, скотчты алып алдын ала дайындап алсаңыздар болады. Кесіп, жалпақтығына сәйкес. Мінекей мына жерде басында бізде кәдімгідей үшкір нелер болады. Осылар болашақта жуған кезде жаңағы шығып кетпес үшін осылай бас жағына былайынан жабыстырамыз. Асты үстіне келтіріп. Енді мына біз үтіктеп алған мына тігісімізге дәл ортасына келтіріп былайынан, мінекей тігістің дәл ортасына келтіріп, мына жерде тігіске жақындатпаймыз, 1 сантиметр алып осылай тіге бастаймыз. Қыздар, жақынырақ көрсетейін. Мынаны міндетті түрде осылайынан қарап ортасына келтіріп отырасыздар. Бекітпе беруді ұмытпаймыз. Содан кейін ригелиніміздің дәл шетінен тігеміз, қыздар. Қыздар, неге мына етегіне таяған кезде 1 сантиметр жеткізбей қиып аламыз. Содан кейін тағы да бас жағындағы сияқты скотчымызды жабыстырып аламыз. Мінекей ары қарай тігісімізді жалғастырып тігіп, басында аяғында бекітпей беруді ұмытпаймыз. Енді дәл солай келесі жағынан тігеміз. Мінекей ригелиніміз тігілді. Ригелиніміз әдемі болып тігілді. Мына жақтағы мінекей тігіс осылай түседі. Мінекей бұл көбінесе бізде көйлектердегі ригелиндер осылай тігіледі. Енді екінші версиясына көшейік. Қараңыздар, тағы да ригелинімізға бастамай тұрып, тігіс бастамай тұрып скотчтап аламыз. Қараңыздар, скотчтап аламыз. Енді міне мына тұрған тігісті көрдіңіздер ғой, осы тігістің қатарына қойып, былайынан 1 сантиметр жеткізбей тігіп бастаймыз. Мына жақтан бастасаңыздар да болады. Тіккенге оңай болу үшін. Бекітпені ұмытпаймыз. Өйткені бекітпе бізде ригелинді ұстап тұрады. Мына жерде ригелинімізді қиямыз. Қараңыздар, 1 сантиметр жеткізбей қиып аламыз ригелинімізді. Міндетті түрде ұмытпай скотчымызды жабыстырып аламыз. И тігісімізді жалғастырамыз. Міндетті түрде бекітпе. И келесі жағынан тағы да дәл жаңағыдай екінші тігісті сүреміз. Ригелиннің үстінен түсіп кетпеуін лапканың қадағалаңыздар, мен түсіп кетіп жатырмын. Қолдарыңызды әбден жаттықтыру үшін қыздар дәл осылай образецке тігіп көрсеңіздер болады. Мінекей екінші тігіс бізде осындай болады. Мына жерде мен кішкене қисайып кеткен екен, но в принципе тігіс неплохой. Енді осы барлық тігісімізді жақсылап отырып үтікке басып үтіктеп аламыз. Негізінде мына вшивной ригелинді тікпей тұрып үтікке басып үтіктеп алсаңыздар да болады. Тіккенге дейін үтіктесеңіздер де болады, тіккеннен кейін үтіктесеңіздер де болады. Ол өз еріктеріңізде. Бірақ теріс жағынан үтіктеңіз, оң жағынан үтіктеңіздер, мына жағынан үтіктесеңіздер, скотчтарыңыз шығып кетуі мүмкін. Мінекей тігіп алған ригелиндарымызды енді жақсылап үтіктейміз. Мінекей бізде қазір бұл андай бугристый болып тұр. Осыны тегістейміз. Үтікке басқан кезде өзі тегістеледі автоматически. Астында қосымша жіп тігіл кетті. Мінекей қараңыздар, өте әдемі, тамаша тігіледі осылай. Енді сіз корсетті қай ригелинмен тігесіз, ол сіздің қалауыңызда. Мінекей мына жерде бізде тігілген шовтар ешқайға кетпейді. Барлығы өте тамаша тігіледі. Біздің корсетімізді осылайша екі түрлі методикамен тігуге болады. Ригелиннің өзін екі түрлі методикамен тігуге болады. Екі түрлі косточка қолдануға болады, китовый уыс немесе ригелин. И осындай әдемі сәнді корсеттерді тігуге болады.